Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды тағамдардың бірі пигоди тамағының рецептін ұсынғым келеді. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай, тойымды тағамдардың бірі. Ең әуелі бір кесе жылы суымызға 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап ерігенше араластыратын боламыз. Сонан соң үстіне 1 шай қасық ашытқымызды салып, араластырып, 2 ас қасық сұйық май құямыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз да үлкендеу ыдысымызға дайын массаны құямыз. Сонан соң алдын ала електен өткізіп, дайындап қойған ұнымызды қажетінше бірте-бірте қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар, себебі електен өткен ұн қамырдың жақсы көтерілуіне септігін тигізеді. Қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамырымызға 1 ас қасықтай сұйық майды соңынан қосып, қайтара илеген кезде осындай тура видеодағыдай жып-жылтыр әдемі қамыр болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді оның бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Осы арада салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге тартылған ет, пияз, сәбіз және орам жапырақ, яғни капуста қажет болады. Пиязымызды майдалап турап аламыз. Сонан соң сәбізімізді күштен өткізіп дайындайтын боламыз. Міне біздің пиязымыз бен сәбізіміз дайын. Енді орам жапырақты тураймыз. Мен орам жапырақтың жартысын пайдаландым. Қажетті мөлшерлерін описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден қарап, көбейтіп немесе азайтып жасасаңыздар болады. Енді қызып тұрған майға бірінші пиязымызды салып 2 минуттай қуырамыз. Үстінен тартылған етімізді салып, араластырып қуырып аламыз. Сонан соң үкіштен өткен сәбізімізді қосамыз. Жақсылап 2 минуттай қуырып, татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып араластырамыз. Турап дайындап қойған орам жапырағымызды салатын боламыз. Оны да араластырып, 5 минуттай қуырып дайындаймыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді қамырымыз көтеріліп дайын болды. Ыдысымыздан алып, бөлшектерге бөлетін боламыз. Менде осы құраммен 22 дана пигоди дайын болды. Сіздер көбейтіп немесе азайтып жасап көрсеңіздер болады. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырларымызды бөлшектерге бөліп, дөңгелетіп дайындап аламыз. Барлық қамырларды дайындаған соң бетіне орамал жауып, 2 минуттай демалдырып қоямыз. Міне біздің қамырларымыз дайын. Бетін жауып қоямыз. Сонан соң ұн себе отырып, қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Салмасын 2 ас қасықтан толтырып салатын боламыз. Сонан соң тура видеодағыдай түйіп алсаңыздар болады.
Міне. Тағы бір рет жайып көрсеттім. Жасалуы өте оңай, өте тойымды, дәмді тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай түйіп аласыздар. Барлық пигодияларымызды осылай түйіп дайындап аламыз. Сонан соң бетін жауып, көтерілуге қойып қоямыз. Бірден пісіріп жібермеңіздер. Міне біздің пигодияларымыз көтеріліп дайын болып тұр. Енді оны қайнап тұрған суға, яғни буға пісіретін боламыз. 45 минуттай. Міне біздің пигодияларымыз дайын болды. Енді дайын болған пигодиялардың бүгілген жерлерін ашып, сәбіз салат салып, немесе майонез, кетчуппен түрлі соустармен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.